Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздер овощной суп дайындаймыз, көкөніс сорпасы. Ол үшін бізге бір капуста, немесе жарты капуста жарайды. 2 картоп, 2 сәбіз, 1 орташа пияз. Оны мен алдын ала дайындап қойдым турап. Томатный паста, тұз, қалауыңыз бойынша лавровый лист, қара бұрыш. Және де мен осындай дүкеннің күріш қосылған етін алдым. Үйдің еті болса тіптен керемет. Ал енді дайындауды бастайық, бізбен бірге болыңыздар. Бірінші пиязымызды кесіп алды. Ең алдымен қызыған майымызға пиязымызды саламыз. Жақсылап қуырамыз. Томат. Мінекей бізде пияз қуырылып жатыр. Біз осыған 1 қасық томатный паста саламыз. Осыны жақсылап араластырып, үстіне су құямыз. Мінекей біздің пиязымыз қуырылып жатыр томатпен. Оған 1 қасық томат салдым. Қазір әбден қуырылғасын, бұның үстіне қайнаған су құямыз. Су құяйын деп жатырмын. Ал енді кезек капустаға келді. Капустаны турап, манағы сорпамызға саламыз. Жіңішкелеп турасаңыз да болады. Қалауыңыз бойынша енді. Так, біздің сорпамыз қайнап жатыр, көріп тұрғаныңыздай. Осыған капустамызды саламыз. Қалауыңыз бойынша көбірек салсаңыз да болады, аздау салсаңыз да болады. Мінекей мен осынша көзбен тұз салып жатырмын. Осыны былғап, енді дәмін көреміз. Енді кезекте бізде картоп. Картопты қалауыңыз бойынша кесіп тұруға болады. Маған осындай қалыңдық жарайды. Қатты жұқа керек емес. Осындай. Езілмеш үшін жақсы. Мінекей мен турап болдым картопты. Ендігі кезек сәбізде. Сәбізді қатты қалың қылмаймыз. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша. Мысалы, мен сорпаларға осылай турайым. Мінекей біздің сорпамыз қайнап жатыр. Біз оған лавровый лист салып жүреміз. 2-3. Енді осыған картоп пен сәбізімізді саламыз. Тағы да қайнатамыз. Және пісуге жақындаған кезде етімізді саламыз. Мінекей сорпамыз жайлап қайнап жатыр. Картоп мен сәбізді салдық. Енді жайлап етімізді саламыз. Бірге қайнап шықсын. Мінекей қандай әдемі түс болды. Етін барлығын салдық. Картопын, сәбізін барлығын салдық. Лавровый салып жібердім. Енді осыны бір қайнатып аламыз, барлығы піскенше. Мінекей біздің сорпамыз дайын болды. Түрі өте әдемі, иісі мұрын жарады. Егер сіздерге осы рецепт пайдалы болған болса, жасап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді шығады. Сіздерге осы видео ұнаса, біздерге лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Әрі қарай одан сайын жақсы рецепттермен бөлісеміз. Сіздермен бірге болған отбасылық асхана. Назарларыңызға рахмет.